Информацияларды тармақ технологиялары жәрдемінде сымсыз тарқату һәм қабылдау, сондай-ақ интернет тармағына сымсыз кіруді тәмінлеп беруші Wi-Fi технологиясы бүгінгі күні тұрмысымызға кіріп келмекте. Бұл технология қазіргі күнде келіп, компьютер һәм мобил байланыс әлеміндегі ең ахметлі компьютер тармақларынан бірі болып табылады. Технологияның жаңа имканиятлары һәм қолдану ұсыллары хақында бүгінгі техно әлем рубрикасы арқылы сөз етеміз. Технологиялар рауажланып бара тұрған бір дәуірде тармақ технологиялары да рауажланбақта. Әсіресе бұлардың ішінде сымсыз байланыс тармағы қазіргі дәуірде рауажланбақта. Мобильдік талапқа сәйкес, әсіресе бұл тармақлардың ішінде Wi-Fi тармағы пайдаланушылар үшін жүда қолайлы һәм сазламалары аңсат болып табылады. Wi-Fi сөзі инглишше сөз болып, wireless fidelity сөзінен келіп шығып, біздіңше сымсыз сәйкеслік деген мәністі білдіреді. Wi-Fi тармағының нәтижесінде сымсыз локал тармақлар жаратылады. Яғни бұл wireless local area network деп аталады. Яғни қаралпақша сымсыз байланыс тармағы деген мәністі білдіреді. Wi-Fi сымсыз байланыс тармағы 1991 жылдан бастап сатуға шығарыла бастады. Яғни оның дәслепкі аты WaveLAN атымен атала бастады. Кейін 1997 жылдан бастап WaveLAN стандарты анағұрлым дәрежеде жетілістіріліп һәм рауажландырылып, Wi-Fi атымен шыға бастады һәм сатуға Wi-Fi маркасымен шығарыла бастады. Wi-Fi технологиясы қағида бойынша компьютерді сымсыз аралықтан тұрып компьютердегі информацияларды алмасу һәм жеткеріп беруді әмелге асырушы тармақ болып табылады. Сымсыз локал тармақта әлбетте жоғары радио толқылар арқылы байланыс шөлкемдестіріліп, сымсыз мағлұмат алмасу имканияты пайда болады. Бұл система арқылы кабелі тармақтың орнына қандайда бір мекеме, үй яки бүткіл имарат майдан аймағында информация алмасу үшін қолданылады. Сондай-ақ Wi-Fi тармағы кабелі тармаққа қарағанда арзанырақ, һәм де оны орнату жүда апуайы. Wi-Fi тармағынан пайдаланудың артықшылығы кабелі тармақларға қарағанда қалеген орындағы имаратлардан, хәттекі тосқылардан, дюваллардан қалегенше радио толқылар арқылы өтіп кетіп, қалеген орындағы компьютерлерді, ямаса ұялы байланыс құрылмаларын интернет тармағына жалғау мүмкіншілігіне ие. Көпшілік сымсыз байланыс тармағының диапазоны, яғни тарқалу аймағы 160 метрді құрайды. Яғни осы аралықта имаратлар, ямаса көшеде болсын, интернет тармағына Wi-Fi арқылы жалғану мүмкіншілігіне ие. Көпшілік Wi-Fi сөзін интернет сөзіменен синоним ретінде көреді. Бірақ бұл қате түсінік. Интернет бұл халықаралық тармақ болып, интернет тармағына кіруді әмелге асырса, Wi-Fi тармағы болса, осы халықаралық тармақты радио байланыс толқыны арқылы кіруді тәмінлеуші құрал болып табылады. Сондықтан Wi-Fi бұл интернет тармағы емес, интернетпен байланыстыруды тәмінлеп беруші көпір деп айтсақ та болады. Сымсыз байланыс тармағының ең кіші аймағын қамтитын тармақтың бірі бұл Bluetooth тармағы. Bluetooth тармағы әдетте сымсыз байланысты әмелге асырып, көпшілік жағдайларда ұялы телефондар арқылы мағлұмат алмасуды тәмінлейді. Bluetooth 10-15 метрге шекемгі аймақты өз ішіне қамтиды. Бұл кіші сымсыз байланыс тармағының жәрдемінде кіші көлемдегі файларды ұзату, ямаса қабыл ету мүмкіншілігіне ие. Wi-Fi тармағын тарқатып беруші құрылма роутер деп аталады. Сондай-ақ қазіргі уақыттағы мобиль байланыс құрылмаларының көпшілігінде Wi-Fi сигналын қабыл қылушы роутерлер бар. Яғни мобиль телефондағы Wi-Fi-лар информацияларды қабыл етуменен бір қатарда информацияларды ұзату, яғни роутер вазипасын атқару мүмкіншілігіне де ие. Wi-Fi роутерлер пайдаланушылар үшін ең қолайлы программалық тәминатқа ие. Яғни роутерлердегі программалық тәминатлар компьютерге орнатылса, интернетті роутер арқылы тарқатып беру мүмкіншілігі жүда аңсат болады. Сондай-ақ мобиль телефонлар үшінде программалық тәминат істеп шығылған. Міне осындай программалық тәминаттың ең көп тарқалған бірі бұл шерит бағдарламасы болып табылады. Шерит бағдарламасын қазіргі уақытта дүния жүзінің көптеген елдерінде қолданады. Себебі бұл бағдарлама
Wi-Fi жәрдемінде мағлұматларды жіберу һәм хабар алмасу имканиятына ие. Wi-Fi технологиясы бұл сымсыз байланыс тармағы болып, бұл тикарынан 2.4-6 ГГц частота аралығында істеуші тармақ болып есептелінеді. Бұнда жоғары частоталы толқындар ұзатылады һәм бұнда информацияны ұзату тезлігі 100 мегабит секундтан 300 мегабит секунд тезліктен жоғары болуы мүмкін. Wi-Fi технологиясының абзалдықтары жүзде көп. Бұларды санап өтетін болсақ, бұл кабель линияларын өткеру қиын болған жерлерде қолдану һәм оның пайдаланушылар көп болған жерлерде, яғни біздерде адамlar көп жиналатын жерлерде Wi-Fi технологиясын қолдау арқылы біздер пайдаланушыларға интернет тармағымен тәмінлеуіміз мүмкін. Бұдан тысқары Wi-Fi технологиясының абзалдығы сонан ibarat бұл ақыр құрылмалардың операцион системасы я болмаса олардың технологиясына қарамастан істетілуі мүмкін. Мысалы, біздерде қазір Wi-Fi технологиясын көтеруші құрылмалар Windows операцион системасында, я болмаса Android системасында, iOS системасында да істетілуі мүмкін. Қазіргі күнде Wi-Fi технологиясының қауіпсіздік шаралары жетілдіріліп атырыпты. Қауіпсіздік бойынша біздерде түрлі шифрлау, дешифрлау ұсуларынан пайдаланып, бұлардың қауіпсіздігін тәмінлеу әмелге асырылмақ. Қазір пайдаланушылар Wi-Fi технологиясынан пайдаланған уақытта тикарынан біздерде Wi-Fi құрылмасына жалғанған абоненттердің саны артуымен бұнда информация алмасу тезлігі де кемейіп барады. Соның үшін біздер Wi-Fi технологиясын пайдаланғанымызда пайдаланушылар санын шекаралау, я болмаса оларға паройлар қойып, құрылманың эффектив істеуін тәмінлеуіміз мүмкін. Яғни бұл пароль қойғанымыз бір жағынан біздерде құрылманың іскерлігін эффектив пайдаланудан жәрдем берсе, оның тармақта бұл құрылмадан пайдаланушының қауіпсіздігін тәмінлейді. Парольлар тикарынан біздерде Wi-Fi тармағын тарқатушы пайдаланушы өзі тикарынан өзі сазамаларын орнатқан уақытымызда парольлер қойылады. Һәм осы парольлерін білген пайдаланушылар ғана бұл тармаққа қосылуы мүмкін. Соның үшін әрбіріміз Wi-Fi құрылмасынан пайдаланғанымызда пароль қоюымыз, яғни парольлерді құрамалы көріністе қоюымыз бұл Wi-Fi технологиясы пайдаланушының қауіпсіздігін арттырады. Интернетке сымсыз жалғану заманауи тұрмысымыздың ажыралмас бір бөлігіне айланып бармақта. Үйде, жұмыс орында, оқу орындарында, сауда орындарында Wi-Fi тармағы орнатылған. Сондықтан бұл бойынша зарарлық еледе туыла береді.